Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі таңда инклюзивті білім беруді қолдау бағытында жалпы білім беретін ұйымдарда белгілі себептермен ақыл ой дамуында ауытқуы бар немесе психикалық дамуы тежелген балалар білім алуда. Әр баланың білім алуда өз ерекшеліктері бар. Мәселен, әр баланың эмоционалдық және психикалық таным процестерінің даму деңгейі әртүрлі. Инклюзивті білім беру балалардың оқу үдерісіндегі қажеттіліктерін қанағаттандыруға, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын өңдеуге талпынады. Мүмкіндігі шектеген баланы қоршаған ортаны білудегі қарапайым қажеттілігін қанағаттандыруға ізденіс ойындары көмектеседі. Әртүрлі елдің педагогтері Ресей мен шетелдің дидактикалық құралдары, атап кететіндей болсақ, Никитин дамыту ойындары, Джейништің блоктары, Лего, Кюзинер саны таяқшалары әдістемелерін қолданып, әлемдік білім беру кеңістігін кеңейтуде. Қазіргі таңда белгілі Бельгия математигі Кюзинер арнайы таяқшалар арқылы балаларға математика негізін үйретудегі әдістемесі мектепке дейінгі ұйымдарда кең қолданылады. Кюзинер санау таяқшалары. Құрамында әртүрлі санды білдіретін көптеген таяқшалар топтамасы бар. Бірақ барлық топтама өзіне тән бір ортақ принципке жүгінеді. Әртүрлі ұзындықтағы барлық таяқшалар тікбұрышты параллелепипед пішіні болып келеді. Оның негізінде қабырғалардың ұзындығы 1 сантиметрге тең шаршы болады. Әр таяқша алдыңғы таяқшадан 1 сантиметр артық. Әк таяқша 1 деген санды білдірсе, келесі 2 санын білдіретін түс қызғылт, 3 көгілдір, тағы сондайын. Кюзинер таяқшалары 3 жастан асқан балалармен жұмыс істеуге арналған. Балалар үйренгенін ұмытып қалмас үшін жұмыс әрекетін жүйелі түрде өткізген дұрыс. Модельдеу барысында бала шығармашылық ойлау, қиялдау қабілетін дамыта отырып, нақты заттарды үй, ағаш, адам, тағы да басқадай санау таяқшалармен алмастырады. Кюзинер таяқшаларының міндеттері: көлем туралы ұғымдарын пысықтау, ұзын, қысқа, кең, тар, биік, аласа, үлкен, кіші, түсі мен көлеміне қарай топтастыру қабілеттерін дамыту, шартты өлшеуіш арқылы өлшеу әдістерін, сандық санау мен реттік санау айырмашылығын білу, екі топтағы заттарды салыстыру қабілетін меңгеру. Модельдеу барысында геометриялық пішіндері, үш бұрыш, шаршы, тік, төрт бұрыштың аталуын және айырмашылығын білуді дамыту, кеңістікпен бағдарлаумен таныстыру, оң жақта, жоғарыда, төменде, үстінде, астында, жанында, қасында, шартты өлшеуіштің көмегімен есеп шығару. Логикалық блоктарды венгрдің психолог-математигі Солтан Джейниш ойлап тапқан. Балаларды блоктар арқылы ойната отырып, оларға заттардың түсін, пішінін, көлемі мен жуандығын көрсете отырып, ажыратуға үйретуге, информатикадан бастапқы сабақтар және математика тұрғысынан алғы ұғымдарды меңгертуге таптырмас құрал. Ол балалардың ойлау әрекеттерін дамытады, сараптау, салыстыру, жалпылау, логикалық ойлау, шығармашылық және танымдық қабілеттерін қабылдау, зейін, есте сақтау жетілдіреді. Логикалық блок 48 геометриялық пішіннен тұрады. 4 пішінді: дөңгелек, 3 бұрыш, тік 4 бұрыш, шаршы, 3 түсті: қызыл, сары, көк, 2 көлемді: үлкен, кішкентай. Қалыңдықтың 2 түрі болады: жуан, жіңішке. Әдістемеде біртіндеп күрделене түсетін логикалық блокты жаттығулар мен ойындардың 4 тобы берілген. Ерекшеліктерді анықтау және абстракциялау қабілеттерін дамытуға, заттарды ерекшеліктері бойынша салыстыра білуге дамытуға, топтау және жалпылау әрекеттерін дамытуға, логикалық әрекеттер мен операцияларға деген қабілетін дамытуға арналады. Логикалық блоктармен жұмыс әрекетінде шартты түрде берілген карточкаларды пайдалануға болады.
Бұл карточкаларды пайдалану блоктың ерекшеліктері бойынша орналастыруға, жинақтауға, олар туралы мәліметтерді жасыруға, баланың табу қабілеттерінің дамуына ықпал етеді. Сонымен блоктардың түсі, пішіні, үлкендігі, жуандықтарын білдіретін карточкаларды таңдай отырып, балалар тапсырманы орындайды. Воскобойевичтің дамыту ойындары психологиялық және педагогикалық технологияның интеграциясы, танымдық дамуын ынталандыратын және анықталған дағды біліктерін нығайту арқылы іске асырылады. Воскобойевич ойындары немен қызықты? Бірінші, ол конструктивтік элементтермен. Мысалға алатын болсақ, геоконтта динамикалық резеңке, Воскобойевич шаршысында қатылық пен иілгіштік бірге, мөлдір шаршыда мөлдір пластинка мен мөлдір емес бөлігімен. Ойын қатысушыларының жас ерекшеліктерінің кеңдігімен. Бір ойынға 3 жастағы да, 7 жастағы да бала қатыса алады. Көп функционалдылығы. Бір ойынның көмегімен көптеген білім беру міндеттерді шешуге болады. Ойын барысында сәбилер сандар мен әріптерді меңгере бастайды, түстерді, пішіндерді ажырата біледі және есінде сақтайды. Саусақтың ұсақ бұлшық еттері шынығады, тілі, зейіні, қиялы дамиды. Бейнелілік пен әмбебаптылық. Бұл ең негізгісі. Осы арқылы басқа ойындардан Воскобойевич ойындары ерекшеленеді. Ойындар ертегі әлемімен, ерекше тілімімен толықтырған. Ертегі тапсырмалар, мейірімді кейіпкерлер, оның ішінде ақылды метр қарға, ер жүрек сәби гео, айлакер бірақ қарапайым сүйіс, қызықты магнолик ойын барысында баланы сүйемелдеу арқылы оған логикалық ойлау қабілеттерін қалыптастырумен қатар адамгершілік қарым-қатынастарға, ойынға қатысып отырған ересектермен де ортақ тіл табысуға көмектеседі. Пайдалану мүмкіндіктерінің әр түрлігі. Ойындарды балабақшалық топтарда, отбасында, жеке және түзету практикасында пайдалануға болады. Сіздерге ұсынылған әдістемелерді қолдана отырып, оқу іс-әрекетін ұйымдастыру технологиялық картасын құрастыру тапсырмасы беріледі. Сәттілік тілеймін.